Біздің отбасымызбен бірге жақсы көріп жейтін осындай турецкий кекс рецептін сіздерге түсірдім. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, парақшама подписка жасап, қоңырауша батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Онда менімен бірге шоколад жақсы көретіндер осы кексті міндетті түрде жасап көріңіздер. Онда бастадық. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасында тұрған 2 штук жұмыртқамызды шағамыз. Миксерлеп бастаймыз. Қантымызды, мөлшерде көрсетілген қантты 2-3 бөлікке бөліп, осылай миксерлеп атқан кезде салып, жақсылап 2-3 есе көбіргенге дейін миксерлеп алатын боламыз. Өте оңай, тез дайын болатын кекс рецепті. Турецкий кекс, бұны ең дәмді, ең керемет рецепті міндетті түрде жасап көріңіздер. Бөлме температурасындағы сүтімізді, сұйық майымызды құйып, жақсылап миксерлеп аламыз. Електен шығарылған ұнымыздың үстіне какаомызды салып, бірінші алдын ала бөлек ыдысқа араластырып аламыз осылай. Сосын барып жаңағы жұмыртқа массамызға 2-3 бөлікке бөліп, жақсылап саламыз. Барлығын бірдесінен салмаңыздар, қараңыздар, осылай жан-жаға шашырап кетеді. Сондықтан 3-4 бөлікке бөліп, осылай жаймендеп салып, миксерлеп алыңыздар. Бізде осындай қоңыр шоколад өте керемет болып шығады, түсі де, дәмі де. Енді біз бұл жерде разрыхитель немесе ас содасыны осылай 1 чайный ложка ас содасына 2 чайный ложка яблочный уксус салдым мен. Менде разрыхитель қалмапты үйде. Разрыхитель болмаса осылай жасасаңыздар болады. Разрыхитель болса 1 чайный ложка толтырып, разрыхитель сала-саластар жаңағы ұнды араластырып жатқан кезінде. Енді жаңағы массамызға, дайын болған массаға содамызды салып, жақсылап, венчиктің көмегімен біркелкі етіп араластырып аламыз. Менде пісіретін ыдысым осындай шиша форма болды. Бұдан 4 бұрышты формаға жазсаңыздар да болады, немесе әсел пештеріңіздің ең кіші 4 бұрыш форма болса, соған пісірсеңіздер болады, өздеріңіздің қалауыңызға қарап. Шлей үлкен листқа жасамаңыздар, неге десеңіздер, онша не olmay қалады, биік болып әдем болмай қалады. Осылайсар кішілеу немесе 4 бұрышты формаға жазсаңыздар өте керемет болып шығады. Сармай жағып аламыз, асты міндетті түрде жабысып қалмасын деп, немесе сұйық май жақсаңыздар да болады. 180 градусқа салып пешке пісіріп аламыз 25-30 минут. Енді бетіне құйылатын заварной кремімізді дайындап аламыз. 700-750 грамм сүтімізді құямыз. Қантымызды саламыз. Бірінші газге қоймастан бұрын ұнымызды саламыз, және де кукурузник крахмалымызды салып, венчиктің көмегімен осылай газге қоймастан бұрын жақсылап комочка болып қалмасын араластырып аламыз. Сосын барып жаңағы газге қойып, астыны жағып, қоюланғанға дейін осылай кремімізді дайындап аламыз. Осы турецкий пирогты, кексті мен бұрыннан жасап келемін. Біздің үйдегілерге, балдарыма да өте қатты ұнайды. Кремімізді тез дайын болады, қараңыздар. Енді бөлме температурасына жұмсақ болып еріп тұрған сармайымызды салып, кремнің ыстық кезінде осылай салып, ішіне араластырып аламыз венчиктің көмегімен. Креміміздің дәмі өте керемет. Адамның несіне тимейді. Бір жеген кезде жемейм деп бүйтіп шетке қойып қоятындай крем емес. В общем, дәмі деген күшті болып шығады. Қараңыздар, біздің кексіміз пісіп шықты. Жаңағы айтқанымда 4 бұрышты формаға қолдансаңыздар да болады. Осылай биік болып шығады, көлемін қараңыздар. Осылай зубочистканың көмегімен жақсылап бүкіл жерін тесіп аламыз. Бөлме температурасында тұрған сүтімізді бетіне құйып аламыз. Ішіне влажный болып, өте жұмсақ, әдемі болып тұру үшін сіздерге толық рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді жаңа дайындап алған кремімізді құйып аламыз. Бетіне ыдысымен бірдей етіп, жақсылап, бір тегісті етіп, бүкіл жеріне бірдей етіп жағыңыздар. Өте керемет болады. Енді бір жасап көрсеңіздер, сіздердің де отбасыларыңызға, өздеріңізге ұнайтын сөзсіз міндетті түрде жасап көріңіздер. Бетін шпательмен немесе қасықтың көмегімен кремімізді теп-тегіс етіп аламыз да холодильникке қоямыз, кемі 3-4 сағатқа. Кішкене крем сіңіп, әдем болып тұрсын. Бетіне какао сепсеңіздер болады, немесе шоколадты ерітіп құйып жақсаңыздар болады. Мен какао себем. Негізі турецкий кекстің рецебінде өзі какао себіледі деген. Егер какао ұнатпайтын болсаңыздар, шоколад құйсаңыздар да болады. Бізде жолдасым какао ұнатпастық
ұнатпағандықтан осылай жартысына кесіп беріп жібергем жұмысқа. Қалған жартысына осылай какаоны сеуіп сіздерге көрсетіп жатырмын. Бұл менде дәмі өте керемет болады. Ең маңыздысы рахат фирмасының какаосын қолдансаңыздар болғаны. Басқа фирманың какаоларын қолдансаңыздар әші болып жегілеріңіз келмей қалады. Как тирамису сияқты. Қараңыздар, кесілу қандай влажный, өте жұмсақ әрі дәмді, қатты медеңізге тимейді, тәттілігі өте керемет. Балдарым да сүйсініп жейтін болады. Енеме де ұнайды осы кексіміз барлығымызға ұнайды. Сондықтан сіздерде міндетті түрде отбасыларыңызға жасап беріңіздер. Осылай пирожный етіп кессеңіздер болады, мен сияқты, немесе төртбұрышты өздеріңіз қалаған формада кессеңіздер болады. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, қоңырауша батырмасын міндетті түрде басып қойыңыздар. Келесі видео шыққан кезде сіздерге уведомление, яғни SMS болып келеді. Зұлқымардың асханасы сіздерге осындай керемет рецепт шығарды деп. Парақшамда көптеген рецептілер бар, көрсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет. Алдағы уақытта тағы да көптеген рецептілермен бөлісетін боламын. Парақшамда тағы да тәттілердің, салаттардың, нандардың түрлері бар. Көріңіздер, жасап көріңіздер. Комментарий ас болсын баршаңызға. Сіздермен бірге болған Зұлқымардың асханасы.